In Turkestan, you can find many masterpieces of Kazakh art. And right now, I'm standing next to the author of this fascinating wooden piece. Gavharbek ağa, бізге осы өзіңіздің шебер туындыңыздың мағынасын айтып берсеңіз. Бұл мағынасын айтсам, таныстырайын. Бұл шығармашылық жұмысының аты жер ана. Жер ана. Мінекей, мына тұрған жер ана, жер ананың қолы мынау. Мына жерден былай қолы шығып тұрады. Мына жер ананың көйлектері тесігі жыртылып тұр. Бұл мағынасы бізде қанша жылдан бері жарылған, 118 рет жердің үстінде жарылған бомбалар. Жердің астында қанша соғыс, басқа сондай жарылыстар жер ананы жаралап жатыр. Экология бұзылып жатыр. Осының бәрі жыртылып жатқан жер ананың көйлегі. Бірақ жер ана мына жерде көрінсе, бұлай ананы алақана салып отыр. Мына жерде ана. Ананың беті де көрініп тұр. Иә, ананы алақана салып отыр. Енді жер ананы өсірді. Ана қосыз бидайын арқасында баланы өсіп жетілдірді. Жерін қорғап тұрған көрінісі. Ер азаматтың жанында мына жерде әйел адам тағы садағын тартып тұр. Тура осы сияқты мына жағынан қарасаң. Сол сияқты көріністері. Енді сөнбесін әже шырағың деген сөз бар қазақта. Әженің сөнбейтін шырағы артындағы ұрпағы міне жанып тұрған шырақ, сөнбейтін шырағы мынау әженің қолында. Әженің қолындағы шырақ, сөнбейтін шырағы мынау тұрған бесіктегі білімді ұрпақ, білімді кітаптар, білімді ұрпағы асығы алыстан түсіп, шаңырағын көтеріп, туын мәңгі желбірететін ұрпақ келсін дүниеге деген мағынамен тұр мынау деген. Одан және мына жер ана деді, жер ана болса ана дейді, ел анасының табан астында мына жәннаттың бейнесі. Ананың аяғының астында дейді. Жәннат, ананың аяғының астында жәннат іздеме дейді. Іздесең анаңа құрмет қыл, ананың табанының астында жәннат деп мына жерде көріністерін көрініп тұр мына жерде. Одан ары баратын болсақ, мына жерде кітап білім қуып тұрған жігіттің бейнесі, ол кітап оқып отыр ол. Одан мына жерде Бозторғайдың, біздің даламыздың, ұлы даламыздың Бозторғайы. Жұмыртқалап жатыр. Енді бірақ бұны бүйтіп алсаң, моншаққа айналады, мойның келетін. Моншаққа айналады, ағаш сырнай болады. Бұл авторлық жұмысым. Ағаш сырнай, бұны аламыз да, біз ойнай береміз. Деп арғай ойнай беруге болады. Бұлай қойсаң қайттан жұмыртқасын басып, ұрпақ сабақтастығы дейді, ұрпағын көбейтіп жатыр.